Иртәнге сәгать 7. Әнис Куддус улы Гайнуллин җитәкләгән перспектива җәмгыятендә эш көне күптән башланган инде. Җитәкче үткән көндә башкарылган хезмәтләрнең нәтиҗәләрен барлый, бүгенге көнгә конкрет эш юнәлешләрен билгели. Җаваплы хезмәткәрләргә эш урыннарында хезмәт куркынычсызлыгын саклау турында кат-кат искә төшерә. Планнар билгеле, көне буена башкарасы эшләр ачык. Тик җитәкченең күңеле әле тыныч түгел. Төзелеш эше материалларны кайгыртасы, эшнең сыйфаты да беренче урында, билгеләнгән срокка объектларны өлгертәсе бар. Төзүчегә нәрсә туры килде, тормышта минем инде. Менә шушы или армиягә барып инде, армиядә битендә 2 ел служить кайтып, күреп, шит уйларны, шит җирләрне күрергә туры килде, авылдан чыгып инде күрергә туры килде. Шундый авылда булмаган матур зданиялар, шундый сикемне менә аларга карап, мин аны уйлыйм, кем аны сала икән, кем аны эшли икән, акасаны эшләр икән, шушы безнең кешеләр. Менә шушыларга карап, мин инде үземә көннәремне әни белән, әти белән инде үзара сөйләшеп, алар да инде миңа әйттеләр, менә улым, мондый фән эшен эшләсәң, менә мондый буласың. Мин инде уйлагач инде шуны туры килде, булырга төзүче битендә булмый, беркем белән генә төзүчегә булырга кирәк, алдан кирәк, ярату кирәк фәннәрен. Любой нигә специалистка кирәк була алдан ярату. Әнис Гайнуллин Казан дәүләт төзелеш институтын тәмамлагач, турыдан-туры Нуратка кайта. Ул чагында 547-нче ПМК районда иң мәртәбәле төзелеш оешмасы була. 25 ел вакыт үтсә дә, Әнис Гайнуллинның беренче остазлары, алар өйрәткән эш алымнары бүген дә хәтердә. Бүген ул үзе тәҗрибәле төзүче, яшьләргә остаз, яшьләргә зур өметләр баглы җитәкче. Алар безнең киләчәгебез ди ул. Мин ник Нурлат алдым, безнең районны алдым, безнең шәһәребезне. Минем дә максатым нәрсә? Минем беренчедән инде әти-әнием шушы авылда, шушы районда яшиләр, яшәп торалар Беңскендә. Аллаһ шөкер, икесе дә алар шундый лаеклы җалда, әтием дә әнием. Мин инде тартты беренчедән әтием-әнием, икенчедән инде безнең монда туган районым, туганнарым, дусларым. Мин инде уйладым да, мәдәм алып кеше битендә ул тормышта күп яшәсә дә яши бер тапкыр. Мин инде үземнең эшемне нәрсә булганны биргә туры килдем. Уйладым биргә үземнең туган районыма. Анда мин күп бушаламны, әзме, хәтта бер куак утырсам да, или бер здание салсам да, мин аны үземә саныйм. Самый мин бәхетле кеше. Әнис Куддус белән без бергә 5 ел эшлибез. Аның белән профессиональ яктан бик уңай. Ул безгә һәргебезгә булышып тора. Эшне белән ул безне рәтеп, җаен белеп, әгертеңне матур итеп генә эшләргә ярдәм бирә. Эшләгән кешегә эшли вакытта бар ул, эшләп була, теләк кирәк. Алмаска, но мин әтрим ике фикерне, то есть инде үземнең килгән вакытта, как яшь студент буларак, хәзер Беңскендә битендә опытны җип барабыз, әкрен яшьтә бара битендә. Беңскендә мин әтәскедә һәр периодның үз авырлыгы бар, җиңлеге бар. Ул вакытта, может быть, булгандыр авырлыгы, яшь специалистларны белеп тормыйсың, аның авырлыгы шул, квалификация кирәк авыр. Беңскендә эш күп, дату син беләсең. Ул битендә Аллаһ Тәгалә безне насыйп иткән эшләргә, яшәргә мин шулай дип уйлап торам. Әнис Гайнуллин тынгысыз җитәкче, ул һаман эзләнүдә. Үз эшеңне сыйфатлы итеп, җиренә җиткереп башкарга кирәк ди ул. Аның фикеренчә, йорт салу, кирпеч төзеп чыгу гына түгел, һәр объектның дизайны булырга тиеш. Торак йортлар гына түгел, мәчетләр, мәдрәсәләр салдыруда да, шулай ук гаилә фермалары өчен биналар төзүдә дә күп көч куя Әнис Гайнуллин. Нурлатта яшәсәм дә, кайтабыз авылга, анасы әниебезгә. Ана мин, может быть, бер именно шушы менә гаилә фирмасы дигән нидән инде миңа туры килде районда башлап бер-ике фирмаларга, бүтән авылларда салырга туры килде. Шушы салгач инде мин уйладым да, тоже бит хужу түгел, мин менә шунысы инде фикергә туры килде. Үзебезнең авылга, авыл битендә һәр кешенең үзенең ягы битендә бик якын дип әйтгәндә. Менә мин шунысы инде кирип рөхсәт алып район хуҗалыгыбыздан уйладык инде шуны үзебезгә елай белән яртыкөл арасына беләм халык авыл
салда күп іш керек ауыл халқы бетінде жерге ауыррақ районларға. Мына үшін біз ойладық енді рахмат көжабызға, руководствовызға, районға, Шакевичке, біз енді міне ойладық 200 башқа салға фирма. Біз бұл фирманы енді тез арада ғана ішлеп қойдық, салып, мотор еттіріп, міне Алла бесе енді насып болсын бұйыл язға шушы фирманы жиберге. Біздің бітінде абик башларында, анда қыш күніме, яз күніме бізге бітінде ол yok. Біздің план келе, біз планға қарап енді біз ішімізді башлайбыз. Мен де тәмейді міне әгерде яз күні башқа тұры келсе, яз күні бітінде біле біз абиқла бітінде анда асфальт жемеген, біз енді аяққа сапаға киіп кіреміз фундаментларға. Міне фундаментларында өзіңе бір азарт келіп, жаңа объектіні башлайсың. Білесің, что сен как тізеші боларақ, сен білесің, нәрсе бола, например, шушы бір жылдан бұрында. Сен бітан уже білесің, сен білге дейш, көз алдыңда, езіңде. Міне салас бір объектіні, аны біз салғаш, не білән, өзіңнің нең білән, тұршылық білән, өзіңнің фикірлеріңні қойып, біз енді бір объектіні салсақ, өзіміздің жіберген ашықларымызды білеміз, сеземіз, ол бар, ол бола. Но біз енді екінші башлағанда, аны енді тұршабыз енді ясамасқа, ясырға моту еттіріп, біздің көп объектлар бетінде вастанның келіпшіға халыққа салабыз, міне зор программалар болды, енді біздің ешілер программасы болды. Илері салабыз, но илер ішлер бітіргеш, біздің әзірек орам ішлері, әзірек бізді қансы міне моту еттіріп кішілер ішін матулап ішлеп, шешіп отыртып, ешілік асап, біздің аның әлі біздің бар үшілдің доработка, біздің бой әйбірлеріне бізге ішлерге, ешілге, біздің еш строительлерге әйтіп, аңнатып, бой әйбілер болмасыны біздің жібен ішлері біз. Бүгінгі күнде перспектива жәмғияты районда кең масштаблы түзіліш ішлерін алып барушы жәмғият. 2007 жылдан башлап 25166 квадрат метр тұрак тізіп тапшырылған. Ләкин түзілесі әлі көңілді. Шының ең әхәмиятлісі шәһәр үзәгінде 4 қатлы социал объект. Берді сәуді, көңіл ашы үзәклері һәм ЗАГС болашақ. Сен өзіңнің ішіңнен талантың берге тиеш хәкіметке, халыққа, өзіңнің халқына. Мәне антағына сен ойлайсың өзіңні мен түзеші, мен өз ішімні ішле, мен халық алдында лайықлы, мен әтәскелі кіші, мәне менің үшінде бар, Алла бесе әлі ешір пока бар, есенік болсын. Міне шушы біздің атылайында біздің молодежный центр деп атадығында, район көлемінде шушыны алытасы ясап, шушыны бересі біздің Нұрлат районына, шәһәріне иконаларымызға. Әнис Гайнуллин жетеклеген перспектива жәмғиятында бүгін түрлі милләт халқы өзара дос, тату, бір-бірсін аңлап яшай һәм ішлей. Жетекшаларының һәр бірсі турында жылы фикірді. Янында һәр вақыт төплі кеңешләрен беруші апасы Рушания, барлық ішләрні дә күз уңында тұтушы оң қолы әнесі Рәмис бар. Жәмғиятта туғаннар бір-бірсіне төп күш болып ярдәмләшіп ішлей. Башқарған қызметләрні біріншілерден болып әтейсе Құттус аға бәйәли. Мен шын бақыты, бейге кірді. Дектегенде 5 баламыз, үстірдік, барды ішten соулар, өзі жамағаты біле ішten сой ашымыз. Біз алар қаршысында өзім тілеген тілектерімізге еріштілер, тілектерімізге, біздің бетімізге қызылық кетірмеделер. Қазіргі күнде де біз шаттарып яшымдалар біле. Алардың барлығына, балалар үстіргеніне ішten сой, дәрежелі балалар өскенімізге шаттарып яшымыз. Мен балама ішсәндік, семейе бәқітті, шаттықлы өмірлер яшырғасын. Балған күндерінде 5 вақыт фарыз намазлары өтем. Шушы ішінде алдағы күнлерге ершілерді тұрап қалам, ішсәндік соның бірі өмірлерге бірі. Біз енді алдан ішлейді, біздің материаллар сифаты слабыйды, біз башлаганда. Қазір бүгінгі күнде кемнің тілегі бар, ясыраға бола кішілер дизайнерлар ясап, мотор еттіріп, ішлеп, шушы өзіңнің жарыққан профессияны беріп, өзіңнің халқына беріп, шуны іштеп көрге уже жеңілерек намнуға. Мен шындай ойда қалам, шындай фикірде қалам. Yazmışlarını özün yazıb bulmaydılar. Әнис Құддусұлы Гайнуллин yazılған yazmışına рәхмәтлі. Әти әнисінің үмітін оқлаған ул. Тұрмыш иптәшінің ышанышлы тірегі, балаларының үрнәк әтиләре, туғанларының ғырурлығы,
Ә райондашлары арасында абруйлы шәхес ул. 50 яшьлеген билгеләп үткән көннәрдә Татарстан Республикасының атказанган төзүчесе Әнис Гайнуллинны мәртәбәле төзүче дип кенә түгел, ә язмышын бәхетле итеп төзегән, бәхетле язмышлы ир-ат дип әйтеп булыр иде.